Мүмкін біз еске алатын, біз білетіндей мектепті көретін соңғы ұрпақ осы болар. Өйткені қазір бүкіл әлемде соңғы 100 жылдағы ең ауқымды білім беру реформасы жүріп жатыр. Мысалы, Қытай жылда қыркүйектен бастап мектептерде жасанды интеллект пәні енгізілетінін жариялады. Бұл балаларды жасанды интеллект барлық жерде болатын болашаққа дайындау үшін жасалуда. Ал ақш-та білім министрі мынадай мәлімдеме жасады. Мен қазірдің өзінде кейбір мектеп округтерінде тіпті бірінші сынып оқушылары мен балабақшадағы балаларында жеке жасанды интеллект көмекшісі бар екенін естідім. Әрі олардың саны жылдан жылға арта береді. Шынымен де кейбір штаттарда жасанды интеллектті мектеп бағдарламасына енгізуді міндеттейтін заң қабылданып үлгерді. Оңтүстік Корея бүкіл ел бойынша жасанды интеллект оқулықтарын енгізетін әлемдегі алғашқы мемлекет болады. Бұл цифрлық кітаптар оқушылардың жетістіктерін нақты уақытта бақылап, оларға кері байланыс береді және әрбір оқушыға жеке бейімделіп материалдың қарқыны мен күрделілігін реттеп отырады. Мұғалімдер де осы деректерді көріп, әр оқушының деңгейін бағалай алады. Ал Ұлыбританияда жүргізілген соңғы сауалнамаға сәйкес, мұғалімдердің 60% қазірдің өзінде жасанды интеллектті, мысалы, тапсырмаларды тексеру үшін қолданып жүр. Канадада студенттердің 80% жасанды интеллект жасаған жұмыстарды өз атынан өткізіп жүргенін мойындайды. Яғни үй жұмысын жасанды интеллект жасайды, ал оны басқа жасанды интеллект тексереді. Ұқсас жағдайлар Еуропа, Үндістан, Африка және Таяу Шығыс мектептерінде де байқалып отыр. Бірақ бұл жерде мәселе бар ма? Бір жағынан сыншылар балалар ақпаратты есте сақтамайтын болады, шынымен оқымайды деп алаңдайды. Ал екінші жағынан жақтаушылар жасанды интеллект ешқайда кетпейді. Егер балаларды қазір оны қолдануға үйретпесе, біз бүтін бір ұрпақты олар өмір сүретін әлемге дайындалу мүмкіндігінен айырамыз, дейді. Бұл бала кезімізде бізге айтатын сөзге ұқсайды. Көбейту кестесін жаттап ал, өйткені сенде әрқашан калькулятор болмайды. Ал қазір калькулятор барлығында бар. Сондықтан сұрақ ашық күйінде тұр. Бұл біз көптен күткен білім реформасы ма, әлде жақында өкінетін бір нәрсенің бастауы ма?